Қайырлы күн тағы да әріптестер. Сонымен Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығының ұйымдастырып отырған Lesson Study сабақтары даму мен ілгерілеудің формуласы атты семинарында сіздермен кездесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Сіздермен әдеттегідей Алматы облысы Іле ауданы нөмір 40 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Қазақстан ұстаздары 2021 байқауының бас жүлде иегері, 1 миллион теңгелік шағын грант иегері Әуренбаева Торғын Төлегенқызы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сондай-ақ менімен бірге әріптесім, номер 40 орта мектептің мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі Шайланов Ерболат Сексенбайұлы сіздермен бірге сұхбаттасатын боламыз. Әріптестер, осы оқу жылында 83-ші бұйрықтың шығуына байланысты Lesson Study сабақтары жалпы өзекті тақырыптардың біріне айналды десек те болады. Сол себепті де бүгінгі семинарымыз осы Lesson Study сабақтарына арналып отыр. Бүгінгі семинарда сіздер өздеріңізге қажетті құнды ақпараттарды алып, жақсы әсерде боласыздар деген ойдамын. Сонымен жалпы Lesson Study сабақтары даму мен ілгерілеудің формуласы не үшін? Ондағы басты мақсат сабақты зерттеу арқылы оқушы сабағын ілгерілету. Жалпы Lesson Study әдісі Торғын Төлегенқызы жалпы әріптестермен бірігіп отырып жасалынатын жұмыс. Жалпы сабақ жоспарын құру, зерттеу сабағын талқылау, сабақтың жоспарын талқылау, зерттеу сабақтарын өткізу, осының барлығы Lesson Study үшін құрылған зерттеу тобымен бірге жасалынатын жұмыс. Енді Торғын Төлегенқызы жалпы Lesson Study дегеніміз не екенін қысқаша түсіндіріп кетсең, сонымен қатар қандай кезеңдерден тұрады, соған тоқталып өтсеңіз. Жақсы, Ерболат. Жалпы Lesson Study бұл сабақтағы іс-әрекетті зерттеу болып табылады. Бұл зерттеуді жүргізу арқылы біз білім алушылардың сабақтағы оқу жетістіктеріне қол жеткізетін боламыз. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, ең алғашқы кезде біз топтар құрып аламыз. Топтардан кейін зерттеу сұрағын нақтылап алуымыз керек. Қандай сұрақ төңірегінде жұмыс жасайтынымызды. Сабақты жоспарлаймыз. Сабақты жоспарланған сабақты өткізіп, оны сол жерде 3 деңгейдегі оқушыларды бақылайтын боламыз. Сабақты талқылау, одан кейін зерттеу нәтижелерін құжаттаймыз. Одан кейін осы жүргізілген жұмысымызды тәжірибеде алмасып, өзіміздің іс тәжірибемізді бөлісетін боламыз. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Енді осы жерде топты қалай құрамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы топты құрастырған кезде бұл жерде пән бойынша, одан кейін проблемалар, яғни зерттеу сұрағы бойынша топ құрамыз. Сынып белгілі бір параллель бойынша, ортақ қызығушылыққа байланысты, сондай-ақ мұғалімдердің әдістемелік бірлестіктері бойынша топ құраламыз. Топтағы мұғалімдердің саны, Ерболат, 3-6 мұғалім болу қажет. 6-дан асып кеткен жағдайда біздің топтағы кездесуімізде қиындықтар туындауы мүмкін. Яғни, дұрыс айтасыз, Торғын Төлегенқызы, жалпы Lesson Study'дағы ең бірінші кезең ол топтарды құру болып саналады. Зерттеу тобы, Торғын Төлегенқызы айтып өткендей, 3-6 мұғалімнен аспау керек. Асып кеткен жағдайда өзінің бұл зерттеу тобы белгілі бір нәтижелерге, алға қойылған мақсаттарына жете алмайды. Сонымен қатар, Торғын Төлегенқызы жақсы айтып кетті, топтарды құру барысында мәселеге байланысты біз топтардағы мүшелерді пән бойынша, немесе проблемалар бойынша, зерттеу сұрағы бойынша, немесе белгілі бір сынып, немесе параллель бойынша, ортақ қызығушылық, немесе мақсаттар мен мүдделердің сәйкестілігі бойынша, немесе белгілі бір мұғалімдердің әдістемелік бірлестігі бойынша топтарды құрады екенбіз. Мысалы, Торғын Төлегенқызы, сіздерде бір осы Lesson Study'ға байланысты бір тақырып айтасыз ба? Жалпы Lesson Study'ға қатысты, мысалы, бізде осы мектепте жүргізілген іс-әрекетке байланысты тоқталатын болсақ, мысалы, жаңа пәндер бойынша дедік қой, осы жерде, мысалы, қазақ тілі, тілдер пәніне қатысты, мысалы, қазақ тілінде, сондай-ақ ағылшын, орыс тілінде оқылым дағдысынан бізде кейде кедергі келіп жатады. Осы орайда біз зерттеу сұрағына оқылым дағдысын қалай арттыруға бағытталған сұрақты ала отырып, зерттеу жүргізген болатымыз. Бұл жерде сабақты зерттеу кезінде оқушыны нақты белгіленген оқушылардың бақылай отырып, олардың оқуындағы жаңа олқылықты болдырмауы және олардың оқуға қызығушылығын арттыру арқылы сабақтағы ең
тиімді деген әдіс тәсілдерді, технологияларды қолдана отырып зерттеу жүргізген болатынбыз. Яғни бұл жерде сіздер мәселе, бұл жерде оқушылардың оқылымы, мәселе осы. Сіздің қазақ тіл сабағыңызда оқушыларда оқылым дағдысы бойынша мәселе туындаса, бұл дағды қалыптаспағандықтан, мәселе болғандықтан, ағылшын тілі, орыс тілі, яғни гуманитарлық бағыт бойынша сіздерде мәселе туындауы мүмкін. Өзара ақылдасамыз топта. Осы жерде енді мектеп басшылығынан мысалы модератор болып, сол жаңа топқа кіретін пәндер өзара осы дағдылар қалай жүзеге асып жатыр? Мысалы, менде қиындық тудырған кезде ол осы міндетті түрде тілдік пәндерде де бұл оқылым дағдысы мәселе болуы мүмкін. Сол себептен осы пәндер бірігіп, біз топ, яғни команда құрып алдық басында. Яғни осы lesson study бойынша топтарды құрудың қағидасы бойынша сіздің мәселеңізде, сіздің тақырыбыңызда сіздер мұғалімдердің әдістемелік бірлестігі бойынша және де ортақ проблема немесе зерттеу сұрағы бойынша топты құрып отырсыздар, әріптестер, дәл осы кезеңге дейін сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, жалпы топтарды құру бойынша. Одан бөлек, егер де сіздерде жалпы осы семинар барысында сұрақтар туындайтын болса, чатқа жазсаңыздар болады, біз міндетті түрде чатта сіздерге жауап беретін боламыз. Ерболат, дұрыс айтасың. Осы семинар барысында осы lesson studyға қатысты қазір біздің мұғалімдеріміздің арасында көптеген көкейкесті мәселелер бар, сұрақтар бар. Сол төңірегінде сұрақ қоя отырсаңыздар, әріптестер, біз сұрақтарға жауап арқылы бүгінгі сұхбатымызды қызықты әрі тиімді етіп өткізуге болады. Енді біз топты құрдық. Топты құрғаннан кейін біз не істейміз? Зерттеу сұрағын таңдаймыз, міндетті түрде. Зерттеу сұрағы бізде мәселеден шығады, Енді осы тұрғыда lesson study'дің өзінің білесіздер, критерийлері бар. Соған тоқталып өтсем, бірінші аудитория. Яғни біздің зерттеу сұрағымыз қай аудиторияға немесе қай сыныпқа бағытталу керек, соны анықтап алуымыз керек. Яғни осы жерде болады, біздің сұрағымыз, яғни зерттеу сұрағымыз мынадай болды: оқушылардың оқылым дағдысын қалай қалыптастыруға болады? Қалай біз мәтінмен жұмыс жасауға үйретеміз? Балалардың осы кезде жаңағы оқылым мәтінін оқудағы қандай кедергілер бар, мәтіннің идеясын табу деген сияқты мәтінмен жұмыс арқылы балалардың, яғни оқылымға, кітап оқуға, былайша айтқанда, қызығушылықтарын қалай арттыруға болады деген мәселені біз сұрақ етіп алдық. Сіздің жағдайыңызда аудитория қай сыныптар болды? Бізде 9 сыныптарды алдық. 9 сынып, соның ішінде белгілі бір нақты бір сыныпты белгілеп алдық ақылдаса келе. Жақсы, енді араласу. Әріптестер, осы lesson study бойынша зерттеу сұрағындағы басты нәрсе бұл араласу болып саналады. Жалпы нақты қалай және қандай әдістер, техникалар, тәсілдер арқылы осы зерттеуді жүзеге асырамыз. Яғни біз зерттеу сұрағын алған кезде автоматты түрде осы зерттеу барысында қандай әдістерді, техникаларды, тәсілдерді қолданатынымызды анықтап алуымыз керек екен. Енді салыстыруға тоқталсақ, жалпы осы әдістерді, техникаларды алдық қой lesson study'ға байланысты. Біз міндетті түрде салыстырамыз. Яғни қай әдіс, қай техника мына сабақтар тиімді болды немесе тиімсіз болды, эффективті немесе нәтиже көрсете алмады деген сияқты. Сабақтың жоспарын дайындап аламыз. Мысалы, бірінші сабақ қазақ тілі болса, мысалы мен қазақ тілінде сабақтың жоспарын жасап алғаннан кейін сабақты өткіземін. Сабақ барысында жаңағы бақылап отырамыз. Сабақтан кейін барып жаңағы бақылауға алынған оқушылардан сұхбат аламыз. Одан кейін енді топта ақылдасамыз ғой, сабақты өткіздік, бірден уақытты оздырмай жаңағы команда жиналамыз да, менің жаңа қазақ тілі сабағымда қолданған әдіс тәсілдерім қаншалықты тиімді болды, оқушыларға қалай әсер етті, сұхбат барысында алған сұрақтың сауалынан алған жауаптарды ескере отырып, келесі біз сабағымызды жоспарлайтын боламыз. Енді осы кезеңдерден кейін бізді күтетін ең басты критерий бұл күтілетін нәтижелер. Біз зерттеу сұрағын таңдадық, аудиторияны және де әдіс тәсілдерді таңдадық, оларды бір-бірімен салыстырдық, одан кейінгі күтілетін нәтиже. Біз осы зерттеудің соңында қандай нәтиже аламыз? Қандай нәтиже аламыз және де ол нәтижеге жеткізу үшін біз қанша уақытты қолданамыз? Осыған баса мән беруіміз керек екен. Енді Гаухар Шакирбаева деген әріптесіміз сұрақ қойып отыр екен: сәлеметсіздер ме? Берілген тақырып бойынша lesson study сабақтарын өтуге болады ма дейді.
Енді құрметті әріптестер, бұл lesson study, яғни зерттеуді жүргізуді, бұл мектепте шешілетін мәселе. Мектеп басшылығы, жаңа айттық қой, біз зерттеуді қалай жүргіземіз? Пән бойынша проблема, яғни зерттеу сұрақтары. Қазіргі таңда мысалы мектепте бір педагогикалық кеңестің нәтижесінде қаралған мәселе. Кейбір сыныптарда білім сапасы түсіп кетуі мүмкін. Бірден 10%, 15%-ға түсіп кетуі мүмкін. Сол жағдайда сол сыныпты зерттеуге алуға болады. Одан кейін сынып, яғни параллель арасында да зерттеуге жүргізуге болады. Сосын ортақ қызығушылыққа байланысты да зерттеу жүргізуге болады. Бұны енді команда ақылдаса отырып зерттеу сұрағын анықтағаннан кейін барып сабақты зерттеуге болады. Яғни lesson study'ді жүргізудің алгоритмі әріптестер былай: сіз мәселе анықтадыңыз, сіздің сыныбыңызда сіз беретін пән бойынша мәселені анықтадыңыз, сіз сол мәселені мектеп әкімшілігіне, мектептің білесіздер, әдістемесі жөніндегі орынбасар бар директордың, сол мектептің әдістемесімен айналысатын мамандарға барып мәселеңізді айтасыз. Осы мәселе бойынша lesson study жүргізуге ұсыныс тастайсыз. Яғни осы бойынша сіздер мектеп әкімшілігімен бірлесе отырып топ құрып, әрі қарай жұмыстарыңызды жалғастырасыз. Дұрыс қой? Дұрыс. Енді осы lesson study'ді жүргізуде әріптестер мынаған баса мән беруіміз керек екен. Ол мұғалімде жеткілікті ресурстар бар ма? Жалпы осы мен алып отырған зерттеу сұрағы басқа да әріптестерге қызықты ма? Егер де қызықты болатын болса, оларға өзекті болатын болса, сол әріптестермен де бірге әрі қарай жұмысты жалғастыру керек. Сонымен қатар зерттеу сұрағы бұрын зерттелінген бе, әлі де актуалдылығын жоғалтқан жоқ па? Сонымен қатар зерттеу сұрағына қандай дәлелдемелер бар? Біз айта алмаймыз ғой, Торғын Төлегенқызы, мысалы, менде мынандай мәселе, осыны зерттейік деп әрі алып кете алмаймыз. Міндетті түрде белгілі бір зерттеу жұмыстары жүргізілу керек. Осыны дәлелдемелер деп айтамыз. Сонымен қатар, жалпы осы зерттеу нәтижелерінің шешімі бойынша біз оқушыларға немесе мұғалімге ықпал ете аламыз ба? Яғни осы lesson study бізге прогресс алып келеді ме? Ерболат, сен толықтыра кетсем, бұл жерде яғни зерттеу пәндерін таңдап алдық қой. Мысалы жаңа айттым, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, гуманитарлық бағыт мысалға алатын болсақ, тарих пәндері. Осы жердегі командадағы мұғалімдер ақылдасады, және бұл жаңа айтылған ресурстарыңыз, әдіс тәсілдеріңіз, сабақтағы жаңағы жоспарлайтын мәселенің барлығы бізге қолжетімді болу керек. Осы жерде бір нәрсені ескерген дұрыс. Зерттелетін жаңа 3 деңгейдегі оқушы бар ғой, соларға біз солардың қажеттілігін өтейтіндей мәселені көтеруіміз қажет. Яғни бұл жерде оқушының білім сапасын арттыру. Айналып келгенде біз білім сапасына тоқталатын боламыз. Сондай-ақ бұл жерде жас ерекшелік дедік жаңа айтатын, сосын кейін ерекше білім беруді қажет ететін мәселе, сосын тапсырмалардың сараланып келіп, бұның барлығын ақылдаса отырып командалық жұмыспен жүзеге асыратын, яғни іс-әрекетті зерттейтін боламыз. Жақсы, Торғын Төлегенқызы, бізде Жазира Сайпирова деген әріптесіміз lesson study сабағын ашық сабақ қылып өткізуге болады ма деген сұрақ қойыпты. Енді әріптестер, lesson study дегеніміз бұл ашық сабақ емес. Ашық сабақ пен lesson study'ді шатастырмайық. Ашық сабақ ол бір мәрте өткізетін сабақ. Ал lesson study ол бірнеше кезеңнен тұратын үдеріс десек болады. Дұрыс айтасың. Енді бұл жерде әріптестер lesson study сабағы болғандықтан бұл командалық жұмыс дедіміз ғой. Сол командадағы мұғалімдер сабаққа қатысады, және балалар қатысатын жаңағы зерттеуге алынған балалар, олар осы сабақта өзінің жаңа зерттеуге алынғандығын біледі, және сабақ біткеннен сол балалардан сұхбат аламыз. Сосын құрметті әріптестер, бұл сабақты зерттеу барысында оқушы өзін жаңа біз видеоға түсіруіміз мүмкін, фотоға түсіруіміз мүмкін. Соны балаға кедергі болмау керек. Бұл жерде назар жаңа сабақты зерттеу. Яғни бұл жерде ашық сабақ емес, құрметті әріптестер, бұл жерде ашық сабақ болып, бүкіл мектептің мұғалімдерін қатыстыра алмаймыз. Зерттеу сабағы болғандықтан нақты командадағы адамдар сабаққа қатысады. Енді басынан бастап айтайықшы, Торғын Төлегенқызы басқалар түсінікті болу үшін. Бізде ең алдымен топты құрдық, 6 мұғалімнен тұратын топты құрдық. Біздің тақырыбымыз қалай еді? Біздің зерттеу сұрағымыз оқушылардың оқылым дағдысын қалай қалыптастыруға болады? Біз осыны мәселе ретінде алдық. Топты құрдық, топқа ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі пән мұғалімдерін кірістірдік. Топта осы мұғалімдерден тұратын бізде команда бар. Екінші, әр қарай зерттеу сұрағын таңдаймыз. Зерттеу сұрағын өзектендіреміз. Одан кейін уже үшінші кезеңі lesson study, бұл сабақты жоспарлаймыз.
сабақтан сабаққа қарай жоспар жақсара түседі. Яғни жаңағы біз әріптестер мынаны түсінуіміз керек та, зерттеу сұрағы қашан шешілгенге дейін біз сабақты жоспарлап, соны жақсартудың, яғни мұғалімдер оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, оқудың ең үздік, яғни ең тиімді деген әдіс тәсілдерін, стратегияларын анықтап алып отырамыз. Иә. Сонымен қатар ең алдымен сабақты зерттеу тәсілінің көмегімен әріптестер жалпы сабақты жоспарлау үдерісінде жұмыс тобының мүшелері бір-бірлерімен кәсіби тәжірибе алмасатынын ұмытпауымыз керек. Lesson study бұл, айтып отырмын, тағы да айтамыз, бір ғана мұғалімнің атқаратын дүниесі емес. Lesson study бұл топтық жұмыс, яғни сіз өзге ұжымдастарыңызбен, өзге педагогтермен бірлесе отырып мәселені анықтап, сол мәселені шешу жолында әрекет жасайтын боласыздар. Сабақты өткіздік, мысалы бірінші сабақты өткіздік, команда жиналады, қай әдіс тиімді болды, сосын кейін жаңағы қолданған әдіс тәсілімізде зерттеуге алған оқушыларымызға қалай әсер етті оларға, соны талқылаймыз да, келесі сабағымызға жоспар құрып, сабақты бақылау жүргізетін боламыз. Иә, енді міндетті түрде әріптестер сабақ өткізіледі. Сіз сабақты жоспарладыңыз, сол сабақты жоспарлағаннан кейін сабақ өттіңіз, сол сабақ өтілгеннен кейін міндетті түрде сабағыңызға қатысады Lesson Study'дің топтың мүшелері. Сол топ мүшелері міндетті түрде сізге сол сабақты бақылағаннан кейін өзінің ұсыныстардың негізінде жоспарларыңызды өзгертуге өз үлесін қосуы керек. Осы жерде сабақты бүге-шүгесіне дейін талқылап алуымыз қажет. Сондай-ақ жоспар басқа мұғалім, яғни осы командадағы басқа мұғалім қолдана алатындай сипатта болуы қажет. Енді құрметті әріптестер, осы жерде мысалы балалардың, оқушылардың, білім алушылардың қызығушылығын қалай арттыруға болады? Қалай оята аламыз? Сондай-ақ үй жұмысын тексеруде қандай әдіс тәсіл қолдана аламыз? Жаңа тақырыпты түсіндірген кездегі тиімді, жақсы деген әдіс тәсілдерді алуымыз керек. Сондай құрметті әріптестер, сабақ барысындағы формативті бағалау, ерекше білім беруді қажет ететін балалар, сондай-ақ құрметті әріптестер, сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға біз баса назар аударуымыз қажет. Иә, Торын Төлегенқызы, сізбен толықтай келісем. Енді мына нәрсеге назар аударсақ, Lesson Study бойынша топ мүшелерінің бірі осы мәселені, өзекті мәселені алғаннан кейін, сабақты жоспарлағаннан кейін сабақ өткізетін болады. Яғни топ мүшелерінің бірі сабақ өткізеді, сабақ өткізгеннен кейін басқа топ мүшелері сабақты бақылайды, яғни оқушылардың оқуы, сол сабақтағы өзара ынтымақтастық жұмыс жасауы, белсенділігі секілді іс-әрекеттерін бақылау жасап, сол бойынша дәлелдемелерді жинайтын болады. Жаңа оқылым дағдысын қалай қалыптастыруға болады деген сұрақты алдық қой, соған бағытталған жұмысты осы сабақ барысында бақылайтын боламыз. Сабақты өткізуге дейін оқушыларды сабақты зерттеу және сыныпта сабақты бақылаушылардың болатыны туралы хабардар етуіміз керек. Және де әріптестер, осы сабақ өту барысында Lesson Study'дің командасы, яғни команда мүшелері сабақты бақылау барысында білім алушыларға кедергі келтірмеу керек, яғни сол сабақ беру процесіне мүлдем араласпау керек. Жалпы осы сонымен қатар бақылау формаларына тоқталсақ, яғни сіздер сабаққа қатысқаннан кейін, топ мүшелері сабаққа қатысқаннан кейін бақылау формуласын жүргізулеріңіз керек. Яғни топ зерттеу сұрағын қойып алады, ал содан кейінгі келесі қадамы ол бақылаудың формулаларын әзірлеу болып саналады. Бақылаудың формулалары туралы қазір алдағы уақытта айтатын боламыз құжатнама кезеңінде. Енді осы жерде Ерболат, сабақты бақылау кезінде сабақты қалай бақылау керектігін, кімді бақылау керектігін, не нәрсеге мән беру керектігін, бақылауды қалай жазып отыру керектігін, яғни жаңа өзің айтқандай формада ескеруіміз қажет. Иә, сабақты бақыладық. Сабақ бақылағаннан кейін, сабақты талқылау кезеңі болады. Яғни сабақты талқылау, яғни сол тақырып бойынша сабақ өткізілді. Lesson Study мүшелері, топ мүшелері сабағыңызға қатысып бақылау жасады. Содан кейін әрі қарай кезең бұл сабақты талқылау немесе ревизия кезеңі болып саналады. Енді бұл жерде құрметті әріптестер, сабақты талқылау, сабақ
сабақты жаңағы беріп жатқан кезде біз сабақ беруші мұғалімге емес, акцентті біз жаңағы оқушыға аударуымыз керек. Зерттеудегі оқушыны бақылау қажеттігін ескергеніміз дұрыс. Яғни оқушылар нені, жаңа жоғарғы слайдта айтып өткендей, нені ескеруіміз керек, қалай, неліктен. Мысалы оқушы жаңағы қолданған әдіс тәсіліміз, сабаққа қатысты белгілі бір технологияны қолданған кезде бала меңгере алды ма, сабақтың мақсатына жете алды ма, қалай игерді, осыны талдау жасауды назарға алуымыз қажет. Енді дұрыс айтасыз, Торын Төлегенқызы. Жалпы осы сабақты талқылау барысында біз мына нәрсені ұмытпауымыз керек. Сабақты бақылаушылардың мақсаты бұл мұғалімнің іс-әрекетіне сыни көзбен қарау емес, немесе мұғалімнің жаңағы сол сабақты өткізудегі әдіс тәсілдеріне, технологияларына сыни көзбен қарау емес. Ол топтың негізгі мақсаты, мысалға біз жаңа оқылым дағдысы бойынша мәселе алып отырмыз ғой. Осы оқылым дағдысы осы сынып оқушыларында не үшін мәселе туындатып отыр? Мұғалімдер дәл осы мәселе бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Оның ішінде, яғни барлық зейін оқушыға аударылады, мұғалімге емес. Сонымен қатар осы оқылым дағдысы бойынша топ мүшелері өзінің сындарын, сонымен қатар сабаққа қатысты немесе оқушылардың іс-әрекетіне байланысты ұсыныстарын айтады. Сол уақытта жалпы оқушыларға байланысты фактілерге ғана сүйену керек. Сонымен қатар сіз мұғалім ретінде сабақ өткеннен кейін сіздің сабағыңызда белгілі бір сәтсіздіктер болса, немесе белгілі бір кемшіліктер болса, сіз оған яғни кәсіби түрде қарауыңыз керек. Ол сіздің кемшілігіңіз емес, жалпы сіз сол lesson study топ мүшелері сіздің сабағыңызды сынау үшін емес, оқушылардың іс-әрекетіне бақылау жасап, сіздер талқылап отырған мәселенің себеп салдары қандай, сол үшін жиналып отыр. Соны естен шығармауларыңыз керек. Сабақты талдауда басты 3 сұраққа назар аударғанымыз дұрыс. Оқушылар қалайша сабақ мақсатына жетті? Сабақты қалайша жақсартуға болар еді? Бұл тәжірибеден біз не білдік деген мәселені басты назарда ұстаймыз. Дұрыс айтасыз, Торын Төлегенқызы. Енді жалпы осы lesson study кезінде біз бақылау кезінде ең алдымен оқушыларды қадағалауымыз керек, әріптестер. Одан кейін біз оқушыларға қатысты мәселелер болатын болса, осы мәселелерді әр қарай талқылап өзектендіруіміз қажет екен. Сонымен қатар оқыту мәселесіне байланысты мәселелерді талқылап отыруымыз керек. Яғни бұл жерде оқушының іс-әрекеті талқыланады, сонымен қатар оқыту барысында туындаған мәселелер талқыланады, сонымен қатар оқыту материалдарына қатысты мәселелер талқыланатын болады. Жаңа талдау жүргізіп алдық, сабақты өткіздік. Енді нені өзгерту керек? Келесі сабақты кім өткізеді туралы шешім қабылдаймыз. Жаңа бірінші сабағымыздағы әдіс тәсілдеріміздің қайсысы тиімді болды, оқушыларға қалай әсер етті деген мәселені шешіп аламыз да, келесі сабағымызға жоспар жасайтын боламыз. Торын Төлегенқызы, дұрыс айтасыз. Яғни сабақ өткізді, одан кейін сабақты lesson study топ мүшелері бір-бірімен талқылады. Сол сабақ барысында қолданған әдіс тәсілдер оқушының іс-әрекетіне баға бере отырып, сіз айтқандай сабақ жоспарында нені өзгерту керек? Осы біз оқылым дағдысы бойынша мәселе алдық қой, осы мәселенің себеп салдарын іздеп, сол себеп салдарды жою бойынша мүмкін жаңа бір әдіс тәсілдер енгізетін шығар, мүмкін мұғалімнің іс-әрекетіне өзгеріс енгізетін шығар, немесе басқа бір тұрғыда жұмыс жасау керек шығар мұғалім. Осы бойынша ұсыныстарды жалпы ұсынады. Осы жерде Ерболат бір ой айтып жіберсем, жалпы мысалы сабақ барысында мысалы мен бір ыстық орындық әдісін қолдандым делік, сол ыстық орындық барысында жаңа 3 оқушыны отырғызып сұрақ қаламыз ғой. Сол кезде оқушыға мысалы 3 деңгейдегі оқушы, бірінші деңгейдегі жаңағы А деңгейіндегі оқушы ол өте қабілетті, бірақ ол көп ақпаратты біледі, бірақ ешкімге ол ақпаратымен бөліспейді. Екінші деңгейдегі оқушы ол орта деңгейдегі оқушы біледі, бірақ сұрасаң ғана айтады. Ал үшінші деңгейдегі оқушы кішкене оның оқу деңгейі төмендеу. Сол оқушының жаңағы оқулықтарын анықтап, соған көмектесуіміз қажет. Сонда жаңағы ыстық орындықты қолданған кезде үшінші деңгейдегі оқушы топтың алдына шығып сұрақ қойған кезде жауап беруден қобалжып, оған тиімсіз болған айтуы мүмкін сұхбат барысында. Сонда сол әдістің тиімсіздігін қайта жаңа талқылау кезінде басқа әдіспен алмастырып, келесі сабағымызда өзгертуіміз қажет.
яғни біз осы өзгерістерді біз алып отырған мәселе шешілгенше сол алгоритм бойынша зерттеу тобы жұмыс жасай беретін болады, иә. Енді Торғын Төлегенқызы, жалпы осы оқушыларды бақылау кезінде біз айтып өттіңіз жаңа ғана, иә, оқушыларды А, Б және С деңгейіне бөлеміз деп. Осы жерге тоқталып кетсеңіз, түсінік беріп кетсеңіз, не үшін деңгейлерге бөлеміз? Жалпы lesson study зерттеу барысында бұл оқушыларды деңгейлерге бөлу бізге не алып келеді? Мына жерде экранда да жазылып тұр. Егер сіз Пит Дадлидің бойынша АБС оқушыларын бақылауға таңдасаңыз, сабақты талқылаудың жазбасы мына кесте бойынша жүргізілуі мүмкін. 3 оқушыға зейінді осы 3 оқушыға аударатын боламыз. 3 оқушы, яғни жаңа ғана айтып өттім, А деңгейіндегі бұл жоғары қабілетті оқушы. Оның жаңағы төменгі деңгей, орта деңгейдегі оқушылармен өзінің білетін ақпаратын бөлісуге үйретуіміз қажет. Өзінің жаңағы біліміндегі ресурстарын, потенциалын ол бала бөлісу керек. Орта деңгейдегі бала сұрасаң ғана айтады. Оның да белсенділігін арттыруымыз қажет. С деңгейіндегі балалардың, яғни төменгі деңгейдегі балалардың олқылықтарын анықтап, олардың қызығушылығын арттыра отырып, жаңағы жоғарғы деңгейдегі оқушылардың қатарына қосуымыз қажет. Зерттеудің басты мақсаты осы десек те болады. Дұрыс айтасыз. Енді осы тұрғыда, А деңгейіндегі оқушылар, Б деңгейіндегі және С деңгейіндегі оқушыларды жалпы бір мақсатқа жұмылдыру, сонымен қатар ұжымдық ынтымақтастықты арттыру. Осыған да баса мән беруіміз қажет екен, әріптестер. Енді мынандай сұрақтарға жауап береміз, әріптестер. Жалпы осы оқушыларды сабақты талқылап болғаннан кейін, біз міндетті түрде талдауларды жазып отырамыз. Сол кезде осы оқушыларды 3 деңгейге бөлдік қой, А, Б, С. Осы 3 деңгей бойынша біз мына сұрақтарға жауап беруіміз қажет екен. Яғни ол оқушылар осы сабақта қандай да бір прогресске қол жеткізді ме? Осы прогресске қол жеткізу арқылы біз алған мәселемізді өзектендіре алдық па? Шеше алдық па? Жеткілікті болды ма? Немесе осы мәселе бойынша оқушылардың бойында белгілі бір дәрежеде оң өзгерістер немесе кері кету, яғни регресс байқалды ма? Осыған мән беруіміз керек. Сондай-ақ басқа оқушылар қандай нәтиже көрсетті? Енгізіліп жатқан жаңағы әдіс қалай көмектесті? Не болмаса мүмкін ол әдіс кері әсерінде тигізуі мүмкін. Екеуі де болуы мүмкін, ықтимал. Тосыннан бір оқиғада болуы мүмкін. Сондықтан соның бәрін ескеруіміз керек. Әр оқушының нәтижесі оқу материалына қатысты мәселелер, оларды талқылап талдап отырамыз. Және де Торғын Төлегенқызы, мынаны ескеру керек. Жаңа айтып өттік қой, талқылаймыз. Талқылау барысында егер де оқушыда осы оқытуға байланысты мәселелер туындайтын болса, міндетті түрде lesson study'дің топ мүшелері бірге ақылдаса отырып, сол туындаған мәселені шешудің оң шешімдерін шығарып отыру керек. Яғни жақсартуымыз қажет. Келесі жолы әдіснеменің қандай аспектісін түзету керек? Біз не істеуге тырысуымыз қажет? Әрбір қадамдарымызды анық жүргізіп отырғанымыз дұрыс. Енді әріптестер, келесі кезең бұл зерттеу нәтижелерін құжаттау. Зерттеу нәтижелерін құжаттау бұл осы lesson study үдерісіндегі өте өзекті кезеңдердің бірі болып саналады. Бұл ондағы басты себеп не үшін маңызды? Өйткені осы дәлелдемелер арқылы, осы зерттеу нәтижелерін құжаттау арқылы біз өзге әріптестермен тәжірибе бөлісе алады екенбіз. Яғни зерттеу нәтижелерін құжаттау бұл маңызды үрдіс десек те болады. Тәжірибе жүргізілген сабақты зерттеу әдісін, одан кейін оны тәжірибеде таратпас бұрын оны құжаттап рәсімдеп аламыз. Яғни негізі осы құжаттама барысында біз осы жұмыстың нәтижелерін, зерттеу жұмыстың нәтижелерін түрлі постерлер, плакаттар, мүмкін әдістемелік құралдар негізінде тағы да басқа форматта ұсына аласыз. Яғни бұл мұғалімнің шығармашылық еркіндігіне байланысты. Зерттеу дәлелдемелерін жинақтау, есептілікті ұсынғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Енді сіздерге әріптестер осы lesson study бойынша жұмыс тобының есептілік парағының үлгілік сипатын беріп отырмыз. Скриншот жасап өздеріңізге алып алсаңыздар болады. Яғни ол тұрады зерттеу тақырыбынан, мақсатынан, объектісінен, жалпы осы зерттеу қанша мерзімге құрылды, топ құрамы, оған кімдер кіреді, сонымен қатар зерделенген әдебиеттер қандай, сонымен қатар зерттеу бойынша қорытынды, одан кейін зерттеу нәтижесі. Осылардан тұрады. Осы жерде болады, мынаны ескергеніміз дұрыс. Есеп зерттеу топтарының алдын ала талқылаған
әзірлеген формалары бойынша жасалынады. Көлемі үлкен болып табылатын папкаларды жинақтау ұсынылмайды. Қажеттілік жоқ. Оның таңдаудың нәтижесі емес. Бұл жерде мысалы жаңа өзің айттың, постер дедік, плакаттар, басқа да әдістемелік құралдарды ұсынуы мүмкін. Сондай-ақ осы жерде жаңағы біз сабақты зерттеу барысында видео жазбаларымыз бар, фотоларымыз бар, кең көлемді, солардың барлығын электронды түрде сақтауға, яғни болады. Яғни формальдылықтан аулақ болуымыз керек әріптестер. Біз ең бастысы зерттеу сұрағын қойдық. Сол зерттеу сұрағы бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп, осы мәселені шешудің жаңағы нақты оң тәжірибесін анықтасақ болғаны. Енді жалпы осы тұрғыда мынаны да ұмытпағанымыз жөн. Жалпы осы құжатнамалар дейміз, дәлелдемелер дейміз, осы тұрғыда біз ауызша да дәлелдемелерді айтуға болатынын ескеруіміз қажет. Сонымен қатар сіздер осы lesson study бойынша зерттеу жұмыстарының дәлелдемелерін түрлі фотосуреттер, бейне немесе аудио жазбалар арқылы ұсына аласыз. Яғни осының барлығы жаңағы зерттеуіміздегі күшті дәлелдемелер болып табылады. Және оны сақтаудың жаңа жолын айтып өттік. Түйінді дәлелдемелер. Яғни түйінді дәлелдемелер ретінде сабақтың жоспарлары, бақылау формалары ұсынылады. Жаңа айттық қой, бақылау формалары. Енді осы дәлелдемелердің формалары дейміз ғой, барлығын аяқтағаннан кейін міндетті түрде осы lesson study бойынша классикалық жанр бойынша мектеп әкімшілігі сізден есеп сұрайды. Міндетті түрде. Құжатың қайда, мына құжатың қайда деп. Яғни сіздің барлық ойыңыз сол құжатнамаға кетіп қалып, сіз бастапқы мақсат, бастапқы мәселеден ауытқып кетуіңіз мүмкін. Сол себепті бұндай жағдайда сіздің осы топтың зерттеу жұмысының мақсаты өзінің өзектілігін, нәтижелігін жоғалтып алады әріптестер. Сондықтан біз есеп үшін емес, сол мәселені шешу үшін, және де осы мәселені шешуден кейін оқушыларда пайда болатын оң нәтиже, прогресс үшін жұмыс жасауымыз керек, осыны ұмытпауымыз керек. Командалар сабақты жоспарлағанда олар оқушының оқуын қалай зерделейтінін, сабақтың қандай формалары мен әдістері, оқушылар шынымен де оқытатынын анықтаулар қажет. Бұл кезеңде топтар қандай дәлелдемелердің түрін жинайтынын айқындайды, және бақылау мен оқушылардың оқуының дәлелдемелерін жинауды қалай жүзеге асыратынын туралы шешім қабылдау қажет. Сонымен қатар әріптестер, торын төлейіңіз енді ең маңызды кезеңдердің бірі бұл тәжірибе алмасу кезеңі. Білесіз, тәжірибе алмасу, lesson study бұл жай ғана сіздер таңдап алған тақырыпты шешіп, оң нәтижеге, жақсы нәтижеге қол жеткізу ғана емес. Сонымен қатар осы мәселе өзге де әріптестерімізде туындауы мүмкін ғой. Кері байланыс. Мысалы, осы мәселе өзге де әріптестерімізде туындайтын болса, біз тәжірибе алмассақ, басқа да әріптестеріміз осы мәселе туындаған кезде қалай әрекет жасайтынын сіз арқылы біліп отырса, керемет емес пе алдын ала? Өшеді Ерболат, тәжірибе алмасуға келген кезде зерттеу нәтижелерін демонстрациялау үшін әрбір ұжым әртүрлі формалар таңдап алады, жоспарлайды. Мысалы, мектептің осы сіз lesson study мен жұмыс жасағаннан кейін соңғы кезеңіне келіп тұрсыз, сіз тәжірибеңізді мынандай формаларда мектептің педагогикалық кеңесі бар, мектептің әдістемелік кеңесі бар, жаңағы әдістемелік бірлестіктің отырыстары бар. Осы отырыстарда тәжірибеңізбен бөліссеңіз болады. Немесе түрлі байқаулар, мұғалімдердің кәсіби алаңдары, мұғалімдердің өзін-өзі жетілдіру алаңдарында, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ең бастысы тәжірибе алмасу сіздің өзіңіздің шығармашылық мүмкіндіктеріңізге байланысты, кәсіби мүмкіндіктеріңізге байланысты кез келген жерде тәжірибе алмасаңыз. Мақалалар, постерлер, бейне ресурстар, басқа да әдістемелік құралдар арқылы тәжірибені алмасуға болады екен. Енді торын төлегеніңізі, енді біз 7 кезеңнен тұрады деді lesson study'ді. Осы lesson study не үшін, мұғалімдер үшін тиімді? Осыған тоқталып өтейікші. Lesson study'дің тиімділігі қазір дамыған мемлекеттердің біразы көптеген, мысалы ақш-та енген бұл жаңалық қой, былайша айтқан кезде. Қазіргі таңда бұның біз тәжірибемізде қолдану үшін бұның тиімділігі қандай деген сұрақ қойып отырсың ғой. Бұл жерде оқытуды оқушылардың қажеттіліктерін баршаны қанағаттандыратындай етіп жоспарлап алуымыз қажет екен. Яғни әріптестер,
мұғалімдер мұғалімдер осы балаларды оқытуда не нәрсенің шынайы немесе не нәрсенің жалған екенін білуі керек. Яғни мұғалім өзіне сұрақ қою керек: мен оқушыға нақты білім беріп отырмын ба? Дәл осы lesson study мұғалімге дәл осы сұраққа жауап іздеуіне көмектесетін болады. Сонымен қатар, яғни мұғалім кәсіби дамуын осы lesson study арқылы жүзеге асырса болады екен. Яғни желілік қоғамдастық аясында жүзеге асырады. Сондай-ақ lesson study мүмкіндіктерін өзінің педагогикалық тәжірибесінде қолдануға көмектеседі. Жалпы lesson study бұл сіздің кәсіби дамуыңыздағы негізгі форма десек болады. Жақсы, енді Ерболат, осы жерде lesson study'дің циклдарын таныстырып өтсек. Ең алдымен әріптестер неден басталады? Бірінші отырыстан басталады, яғни сол белгілі бір сабақ өттіңіз, сабақ өткеннен кейін отырыс болады. Сол отырыста сіздер қандай өзгерістерді сол сабақ жоспарына енгізуіңіз керек келесі сабақта. Осыған тоқталамыз. Яғни ең алдымен бірінші lesson study бірлесіп жоспарлайсыз. Одан кейін сол бірінші lesson study'ді өткізесіз, қадағалайсыз. Әрі қарай сол сабақ біткеннен кейін оқушылармен сұхбат жүргіземіз. Әрі қарай екінші lesson study'ді жоспарлаймыз. Екінші lesson study'ді біз бірінші lesson study'де анықталған кемшіліктер бойынша, сонымен қатар әдістемелік топ мүшелерінің әдістемелік ұсынысы негізінде сол әріптестерімізбен бірге құрады екенбіз. Бірінші сабақта жаңағы әдіс тәсілдеріміздің қайсысы тиімді болды, не болмаса тиімсіз болды, қайсысы кедергі болды, бұл жерде жаңа сабақ барысында қандай ресурстар қолданылған тиімдірек, соның бәрін талқылап келесі екінші сабағымызды жоспарлайтын боламыз. Енді мынаған тоқталғым келіп отыр, Тоғын Төлегенқызы, lesson study сабақтары өткеннен кейін міндетті түрде оқушылармен сұхбат жүргізілу керек. Өйткені айтып отырмыз ғой, біз негізінен оқушыға бақылау жасаймыз ғой. Бізге қай әдістің тиімді, қай технологияның тиімді немесе тиімсіз екенін осы оқушылардан сұхбат барысында анықтайтын боламыз. Екінші циклінде де тура осы әрекетті жүзеге асады. Екінші сабақты өткізеді. Жаңа өзіміз айттық қой, бірінші сабақта қазақ тілінде өткізетін болса, екінші сабағымыз орыс тілінде, одан кейін ағылшын тілінде, яғни сабақтастық бұл жерде. Үш пән, тілдік пәндер. Сонда осы әдіс тәсілдер, тиімді ресурстардың қолдануы, жаңа үй тапсырмасын сұраған кезде мен мынандай әдіс тәсілдер, мынандай платформаны қолдандым деген сияқты. Одан кейін жаңа сабақты түсіндіру барысында оқылым мәтіннің өзін бала қызығатындай алу керек. Дағдыны қалыптастыру үшін. Мен осы жаңа қазақ тіл сабағында осылардың барлығын ескеріп, одан кейін сабақтан оқушылардан сұхбатын алдық, қайтадан отырыс жиналып талқылағаннан екінші сабақ өткізеді ғой орыс тілінен. Сол жаңа болған кедергілерді, кемшіліктердің орнын жойып барып жұмыс жасауымыз қажет. Енді әріптестер, үшінші циклда дәл осы алгоритм бойынша жұмыс жасайтын болады. Екінші циклде талқылау барысында анықталған кемшіліктер бойынша үшінші сабақты жоспарлаймыз lesson study'дің. Сөйтіп үшінші lesson study жүргіземіз. Жүргізілгеннен кейін оқушылармен сұхбаттасып, әрі қарай ортақ қорытынды жасайды екенбіз әріптестер. Сөйтіп өз қорытындымызды құжаттамаға жаңағы құжаттамасын дәлелдемесін жасап, сөйтіп ашық зерттеуімізді әрі қарай жүргізетін боламыз. Егер де біздің осы жүргізілген алгоритм бойынша іс-әрекеттерден кейін біздің таңдап алып отырған мақсатымыз, зерттеу сұрағымыз өзінің өзектілігін әлі де жоғалтпаған болса, яғни осы іс-әрекеттеріміз нәтижесі болатын болса, осы алгоритмге сәйкес біз әрі қарай осы мәселенің шешімін тапқанша жұмысымызды жалғастыра беретін боламыз топпен бірге. Сабақты мысалы мен бердім, сол жерде отырған бірінші мұғалім жалпы сабақтың қалай өту барысын бақылап отыратын болса, екінші мұғалім жаңа А деңгейіндегі оқушыны бақылайды, одан кейінгі мұғалім жаңағы Б деңгейіндегі оқушыны таңдап алып, соны бақылап отырады. Келесі мұғалім С деңгейіндегі оқушыны таңдап алады да, сабақта соны бақылап отырады. Енді әріптестер, оқушыларды бақылау әдісіне тоқталып өтсек, жаңа айтып өттік қой, А деңгейіндегі оқушы, Б, С деңгейіндегі оқушы, осы оқушылармен топ мүшелері, lesson study топ мүшелері жұмыс жасайды. Яғни бірінші мұғалім ол жалпы сол сабақтағы оқыту әрекетіне бағалау жасайтын болса, онда бір мұғалім А деңгейіндегі оқушыларды, келесі екінші мұғалім, үшінші мұғалім Б деңгейіндегі оқушыларды, төртінші мұғалім С деңгейіндегі оқушыларды таңдап алып, бақылау жасайды екен. Яғни оқушыларды сабақ үстінде алдын ала белгіленген мақсатымыз бар ғой, соған сәйкес зерттейміз.
мақсатқа сәйкес жұмыс жасайтын боламыз. Қорытынды немесе нәтижеңізді бақылау парақтарына жазып аламыз. Ашық зерттеу жүргіземіз. Және де осы бақылау әдісі көбінесе өзінің тиімділігін көрсетіп жатады әріптестер. Lesson Study'дағы ең маңызды әдісі осы бақылау әдісі. Естен шығармайық. Енді келесі қадамда слайдта өздеріңіз көріп тұрғандай, Lesson Study кезеңінде оқушылардың бақылау парағына үлгісін ұсынып отырмыз. Бұл бақылау парағында бұл жерде жаңа сынып, мұғалім, бақылаушының аты жөнін жазып аламыз да. Сосын кейін қазіргі жетістігі және жетістік критерийлері, сабақ соңында оқушылардан күтетін нәтижелерді нақты аспект шеңберінде сипаттаңыз. Яғни мысал алатын болсақ, зерттелетін С деңгейінде оқушы. Сабақ кезеңдері, сосын кейін жауап, оқушы жұмысы, сосын комментарийлерді осы бақылау парағында түртіп жазып алып отырамыз. Яғни осы нақты С деңгейіндегі оқушылармен жұмысы, осы жаңағы С деңгейіндегі оқушыларды зерттейтін мұғалім толтырып, өзінің бақылауларын осында түсіруі қажет екен әріптестер. Жақсы. Енді әріптестер, Торғын Төлегенқызы, есеп жазу нысанына тоқталып өтсеңіз. Сабақты зерттеу тобының рефлексиялық есеп жазу нысанының алдыларыңызда тұрғандай аяқталғаннан кейін, мысалы, бірінші, оқушылардың қалай білім алғандығы өзіңізге қандай жаңалықтар аштыңыз? Бұл сіздің болашақтағы тәжірибеге қалай ықпал етеді? Бұл жерде сөз саны 150 сөз. Енді тіл мамандарына бұны ешқандай қиындық тудырмайды. Одан кейін, бұрын оқушылар жайлы білмеген қандай жайттарды анықтадыңыз? Яғни сабақтан кейін, зерттегеннен кейін. Бұл сіздің болашақтағы тәжірибеңізге қалай ықпал етуі мүмкін? Бұл да сол 150 сөзден тұратын. Келесі, оқыту мен оқыту жайлы, жаңа жоғарыда айтылмаған нәрсе бар ғой, тағы нені анықтадық? Бұл сіздің болашақтағы тәжірибеңізге қалай ықпал етуі мүмкін? Бұл да 150 сөзден тұратын есеп. Одан кейін төртінші, анықталғандардың оқу бағдарламасына, бағалауға және педагогика ықпалы бар ма? 150 сөзден тұратын есеп жазамыз. Одан кейін бесінші, зерттеу жобасы бойынша әріптестеріңізбен бөлісетініңіз бар ма дейді. Яғни зерттейтін әріптесіңізге не айта аласыз деген мақсатта ғой. Осы төңірегінде де 150 сөзден тұратын есеп жазады екенбіз. Енді мынау мына жерде өзіміздің мектепте жүргізілген, мысалы 5-ші В сыныбында жүргізілген Lesson Study'дің жоспары. Бұл жерде уақытты көрсеттік, зерттеудің мақсаты нақты. Яғни мысалға алатын болсақ, осы 5-ші сыныптағы білім алушылардың сабаққа ынтасы мен қызығушылығын арттыру. Бұл мақсат. Одан зерттеудің сұрағы, зерттеу сұрақтарын қою арқылы білім алушылардың сабаққа ынтасы мен қызығушылығын қалай арттыруға болады? Қазір бұл өзекті мәселе десек те болады. Мына онлайн оқудан кейін пандемия кезінде біздің балалар онлайн кезінде біраз білім сапасы төмендегенде бар, қатты көтеріліп кеткенде бар. Енді бұл жағдай барлығымызға таныс деп ойлаймын. Пандемиядан кейінгі осындай бір зерттелген сыныптың жоспары болып табылатын. Енді күтілетін нәтиже, алдымызға мынадай нәтижені жоспарладық. Зерттеу сұрақтары оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамыта түседі. Яғни сұрағымыздың қаншалықты маңыздылығы. Білім алушының деңгейін оңтайланып жасалған сараланған тапсырмалар арқылы білім сапасын арттыруға болады екен. Жаңа да жоғарыда айтып өттім мен, тапсырмалардың саралануына міндетті түрде мән беруіміз керек. Бұл жерде жаңағы деңгейге бөлдік қой балалардың өзі, сонда тапсырмалардың саралануы. Ерекше білім беруді қажет ететін балалар да бар. Зерттеу ұстазы, жаңа командамыз мына жерде ұсынылып отырған, модератор, экспертіміз бар. Бақылаушылар жаңа бақылайтын, бұны енді оқымай-ақ қояйын. Енді жоспар. Бұл жерде жоспарға нені енгіземіз? Мазмұн, жұмыстың мазмұны, мерзімі, сосын жауаптыларды нақты көрсетіп аламыз. Мысалы, бірінші кезең, ұйымдастыру кезеңінде, яғни осы сыныптағы оқу үдерісінің сапасын арттыру мақсатында енгізуге тиісті өзгерістерді анықтап сауалнама аламыз. Бұл жерде Ерболат, біз сауалнама жүргізу кезінде сынып жетекшімен, сондай-ақ мектеп психологының көмегіне жүгінсек болады. Осы жерде өз ойыңды қосып жіберсең. Енді әріптестер, осы тұрғыда мен мектептің психологиялық қызмет туралы айтқым келіп отыр. Білесіздер, мектептің психологиялық қызмет туралы нормативті құжат қабылданды. Яғни, мысалы, Торғын Төлегенқызы 5-ші В сынып оқушыларының сабаққа ынтасы мен қызығушылығы арттыру деп жалпы зерттеудің мақсаты осы ғой. Яғни бұл сыныптың сабаққа ынтасы мен қызығушылығын арттыру қажет болса, осы уақытқа дейін түсіп кетті деген сөз. Осы проблема болып отыр. Бізге келеді. Мектептің психологиялық қызметіне кім кіретін білесіздер, ол әрине мектеп психологы, әлеуметтік педагог, сонымен қатар
директордың тәрбие жөніндегі орынбасары. Ең алдымен мектеп әкімшілігіне келіп Торғын Төлегенқызы мінекей 5-ші сыныбында сабаққа деген ынтамен қызығушылық төмен түсіп кетті деп мәселені айтады. Сөйтіп мектептің басшысы осы мәселені бір маманға жұмсайды. Бұл тұрғыда ынта мен қызығушылыққа байланысты мәселе болса, бұл психологқа жүктеледі, психологқа бағытталады. Сонымен қатар мектеп директорының тәрбие әдістемелік іс жөніндегі орынбасарына бағытталатын болады. Сөйтіп бірлесе отырып әдістемелік жөніндегі орынбасармен бірге сіздер lesson study жүргізетін боласыздар. Ал бұл тұрғыда мектептің психологиялық қызметі, оның ішінде мектеп психологы жалпы өзінің зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сол бағыт жүргізілген нәтижелер бойынша сіздерге кеңес беріп отыратын болады. Мүмкін мәселе оқушының психологиялық тұрғыда сол сыныптың ахуалына байланысты шығар, ерекшеліктеріне байланысты шығар. Мәселе сіздердің жаңағы сабақ өткізудің әдістемелік ерекшеліктерінде емес шығар. Осыған баса мән бергеніміз жөн әріптестер. Осы ұйымдастыру кезеңінде екінші бір жұмыстың жоспарына тоқталып өтсем, сауалнаманы алдық, қорытындыладық, тақырыпты анықтап жоспар құру. Одан кейін оқу үлгерім деңгейде әртүрлі жаңа А, Б, С деңгейіндегі үш оқушыны белгілеп аламыз. Сосын күтілетін нәтижені айқындап алуымыз керек. Осы жұмыстың нәтижесі қандай болады дегенді алдымызға нақты белгілеп алуымыз керек. Осы кезеңнің келесінде интербелсенді оқыту әдістерін қолдану, зерттеу сабақтарын жоспарлау. Жаңада жоғарыда айтып өттік осы жерде қандай технология тиімді, қандай әдіс тәсілдер тиімді, соның бәрі алатын ресурстарымыздың өзі. Жаңа оқылымдағысында дедік, мына жерде енді қызығушылық болғандықтан бұл жерде алатын ресурстарымыз, технология, сондай-ақ балаларға әсер ететін жақсы бір осы жерде дүниелерді ескергеніміз жоқ. Арнайы бақылау кестесін жасаймыз, талдау, талап критерийлерін белгілеу, жұмыстың картасын жасап аламыз. Әріптестер, өздеріңіздің дәлелдемелеріңізді жұмыс картасы арқылы да көрсетсеңіздер болады. Жаңағы схемалар, түрлі кестелер, графикалар арқылы. Сонымен қатар осы ұйымдастыру кезеңі немен аяқталады? Әрине, ол бірінші сабақты lesson study топ мүшелерімен бірге жоспарлаумен аяқталады екен. Сөйтіп зерттеу сабақтарын өткізу кезеңіне өтеміз. Екінші кезең. Бұл екінші кезең, соған тоқталып өтсеңіз Төлегенқызы, бірінші зерттеу сабағына. Жаңа жоғарыдағы слайдтарымызда айттық, циклға келген кезде бірінші зерттеу сабағы. Мысалы, осы сыныпта математика жаңағы белгілеп алдық қой. Екіншіміз Қазақстан тарихы, үшіншіміз жаратылыстану. Үш пәнді нақтылап белгілеп алдық. Осы сабақтар бойынша зерттеу жүргізетін боламыз. Енді математика топ мүшелері, яғни команда үш оқушыны бақылап жазбалар жасайды. Бірінші сабақта. Сабақ өткен сынып оқушыларымен жаңағы оқушылармен сұхбат аламыз. Топ мүшелері зерттеу сабағын талдайды. Сабақ өтті, бірден уақыт тоздырмай, сол темірді қызған кезінде соқ дейді ғой, сол мезетте жиналамыз да сабақтың нәтижесін талдаймыз, жоспарымызды талқылаймыз. Сосын келесі сабаққа не істейміз? Жоспар құрамыз. Сөйтіп екінші зерттеу сабағында да дәл осы алгоритм бойынша жұмыс жасаймыз. Lesson study'ның топ мүшелері әдеттегідей оқудағы іс-әрекетке баға береді. Сонымен қатар А, Б, С деңгейі бойынша оқушыларға баға беріп, оны бақылау парағына түсіреді. Содан кейін сабақ аяқталғаннан кейін оқушылардан сұхбат алып, осы сабақта қолданған әдіс тәсілдер бойынша ойларын біліп, әрі қарай үшінші зерттеу сабағына қосылады екен. Құрметті әріптестер, бұл жерде пәннің де ерекшелігін ескереміз. Мысалы, математикада қолданған кейбір әдіс тәсілдер келесі зерттеу сабағында тиімсіз болса, өзгертуге болады. Бұны топта шешетін боламыз. Екінші біздің зерттеу сабағымыз Қазақстан тарихы. Тура жоғарғыдағыдай солай өтеді. Сабақ біткеннен кейін сұхбат аламыз, оның жазбасын жаңа бәрін талдаймыз. Одан кейін үшінші сабағымыз, біз зерттеу сабағымыз жаратылыстану, жаңағыдай ақылдаса отырып сабақты өткізетін болады. Торғын Төлегенқызы, енді сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Қарап отырсақ, топ мүшелері информатика, қазақ тілі, ағылшын тілі, жаратылыстану, математика секілді бірнеше бірлестіктің пән мұғалімдерінен құрылып отыр. Ондағы мақсат, яғни бұл сол мұғалімдердің қызығушылығына байланысты топ құрылып отыр, Ерболат, сенің сұрағыңды түсіндім. Осы пәндер қалай бірікті дейсің ғой? Бұл жерде мына сыныптың педагогикалық кеңесте мына сыныптың білім сапасы түсіп кеткенін байқадық. Нақты осы пәндер бойынша математика, Қазақстан тарихы, жаратылыстану пәндерінен білім сапасы түсіп кетті да, педагогикалық кеңестен кейін осы білім сапасы түсіп кеткен мәселені сұрақты анықтап алып,
осы пән мұғалімдердің негізінде команда құрылды. Яғни сіздер бағана топ құрған кезде айттық қой әріптестер, топ жаңағы әдістемелік бірлестіктер бойынша құрылады, белгілі бір пәндер бойынша, белгілі бір бағыттар бойынша, мүмкін жаңағы нақты бір пәндер бойынша біріктіріледі дедік қой, топтар құрылады дедік. Бұл жерде сіздердің ортақ қызығушылық болып отыр. Ортақ қызығушылық бұл 5-ші В сынып оқушыларының төмен көрсеткіш көрсетуі. Не үшін төмен көрсеткіш көрсетеді? Өйткені оқушылардың, жалпы білім алушылардың сабаққа ынтасы мен қызығушылығы жоқ деген сөз. Әрі қарай 3-ші кезең тоқталып өтсек, қорытындылау кезеңі. 3-ші кезеңде lesson study'ді қорытындылаймыз. Сабақ барысында ұсыныстар түседі ғой, соларды анықтаймыз. Сосын өткізілген lesson study'дің қорытындысы бойынша жаңа өзіміз атап өткендей іс тәжірибеде бөлісетін боламыз. Оның формасын команда өзі таңдайды. Осына жұмыс, мектепте өткізілген жұмыстың нәтижесін біз педагогикалық кеңесте қайта қаралдық. Және осы сыныптағы, Ерболат, білім сапасының, балалардың қызығушылығы артқанын байқадық. Әрине бұл командалық жұмыстың жаңа қолданған әдіс тәсілдеріміз тағы да тапсырмалардың саралануы, тиімді ресурстардың қолданғанның нәтижесінде осы сыныптың білім сапасы кәдімгідей көтерілді. Яғни сіздің топ атқарылған жұмыс өзінің жаңа эффективтілігін көрсетті десек болады. Енді әріптестер, бақыланған оқушылардан сұхбат алу, білесіздер, бұл өте нәзік жұмыс десек болады. Яғни сол пән бойынша оқушылардың ойы қандай, көбінесе бізде оқушылар жасырып қалуға тырысады ғой, мұғалімнің көңіліне келмейді кей оқушыларымыз. Осы тұрғыда оқушыларға дұрыс сұрақ қоя білу, сонымен қатар сол сұрақты мұғалім дұрыс интерпретациясын жасау, осының барлығы маңызды болып саналады. Сол себепті соған тоқталып өтсек. Ерболат, осы жерде мынаны ескерген дұрыс. Жаңағы деңгейге бөліп алған оқушы өзінің сабақта соған баса назар аудармағандығын, оған бір қатты бір балаға әсер ететіндей, көңіліне тиетіндей, не болмаса оған бір қысым жасамайтындай болу керек. Бала сабақта өзін еркін, біреу оны бақылап тұрғанын сезбеу қажет. Кәдімгі сабақтың барысында, бұл сабақтың зерттеу барысында жаңа бақылап отырған адам қатты оның қасына барып шүйлігіп, суретке түсіп, не болмаса оның жұмысына қатты бір зейінді аударудың қажеттілігі жоқ. Барлық сабақтың бір қалыпты жағдайда зерттеліп жатқанын жүргізуіміз қажет. Бұл жерде де мұғалімнің шеберлігі қажет. Енді оқушыларға қоюға болатын сұрақтарды тоқталып кетсек, әріптестер, осы сабақта саған бәрінен де не ұнады, не үйрендің, бұған дейін істей алмаған нәрселерді істей аласың ба деген секілді сұрақтар қойсақ болады. Нені жақсырақ істей алдың? Мысалы, тапсырмалар бердік қой жаңа математика сабағында. Сол кезде сол саған қайсысы ұнады? Бұрын істей алмаған нәрсесін, мысалы, сол сабақта жаңа қызықты әдіс тәсіл қолданған кезде жақсы істеп кетуі мүмкін. Қаншалықты жақсы істей алдың? Мұғалімнің қандай сөзінен кейін сен мәселені түсіндің? Немесе жалпы осы секілді сұрақтарды қоя отырып, әріптестер, біз жалпы сол пәндегі кемшіліктерді анықтауға тырысуымыз қажет екен. Сабақтың қай жерінде сен өзіңнің, яғни тақырыпты, мысалы, жаңағы үй тапсырмасын сұраған кезде мен қолданған әдіс тәсілді жақсы үй тапсырмасын орындап келіп едім. Кей кездерде біз болады, енді үй тапсырмасына келген кезде жаңа дайындалып келген оқушылардың бәрін қамтымай кетеміз ғой. Ал осы зерттеу сабағында жаңағы бақылаудағы оқушылардың барынша сабаққа қатысуына, солардың сабақты жақсы түсініп кетуіне, сабақтың мақсатына жететіндей етіп жұмыс жасауымыз керек. Қандай мәселе саған қиын болды, күрделі болды деген сияқты, бір нәрсені жақсы істегенін қалай? Сонда зерттеудегі оқушылар барынша өзімізге тартуға, соның сабақты жақсы түсініп кетуіне жұмыс жасағанымыз дұрыс. Енді әріптестер, осы бақылаудағы оқушыларға қоюға ұсынылатын сұрақтарға тоқталып кетсек, оқушылар үні дейміз, немесе бұл кезеңді. Жалпы негізгі осы көп сұрақ қойып оқушыларды да ойын сан-саққа жүгіртуге болмайды. Онсыз да оқушылар, білесіздер, сабаққа өзге мұғалім қатысса, бір өзін ыңғайсыз сезініп, біртүрлі ситуация қалып жатады. Сол себепті жалпы мынандай нақты сұрақтар қою керек. Саған сабақта бәрінен де не ұнады? Жалпы сен нені үйрендің? Қаншалықты жақсы осы сабақ, немесе нені жақсырақ істеуге болатын еді деген секілді. Немесе торын-төреңіз айтқандай, осы сабақтың қай кезеңі саған ұнады, Осы жерде Ерболат, біз мынаға мән беруіміз керек. Оқушыны деген, осы lesson study'дағы басы бір акцент жасайтын нәрсеміз оқушыны. Яғни оқушының даусын, оқушының үнін естуіміз қажет.
Сол кезде ғана біз осы lesson study'дің нәтижесін көретін боламыз. Кейде біз ашық сабақ өткізген кезде балаларымыз ашылып, өзімізге сабақтан кейін рефлексия жасаған кезде керемет пікірлер айтып жатады. Апай, бүгін сабақ ерекше өтті, мына әдіс тәсілдер тиімді екен деп. Сонда тек қана ашық сабақ кезінде емес, басқа да жағдай кезінде біз оқушының үніне мән бергеніміз дұрыс екен. Әріптестер, енді осы бақылаудағы оқушыларға байланысты, тағы да естеріңізге саламыз, әріптестер, lesson study'дағы ең басты нәрсе бұл оқушының іс-әрекеті, оқушының сол сабақ туралы айтатын пікірі, және біз сол пікір негізінде, оқушының іс-әрекеті негізінде кемшіліктерді анықтай отырып, сол қордаланған мәселені шешуге талпыныс жасауымыз қажет. Ерболат, дұрыс айтасың. Былайша айтқанда, біздің күнделікті сабақ, қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасаймыз ғой, сол кезде мұғалімнің рефлексиясы осы оқушы үнінен кейін шығады ғой. Біз, мысалы, мен сабағымда отырған, мысалы, 3 оқушы Айбек, әдемі, Ерке дейтін болсақ, сабақтың жаңағы соңында оқушы рефлексия жасайды ғой. Сол кезде мен жаңа оқушының үнін ести отырып, келесі сабағымда осы сабақтың мақсатына жету үшін мен мына қадамдарды дұрыс атқаруым керек. Үй тапсырмасын сұраған кезде мына әдіс тәсілдерді қолдануым керек. Жаңа сабақты түсіндіргеннен кейін де мыналарым тиімді екен деген сияқты оқушы үніне назар аударатын боламыз. Әріптестер, енді бұл сабақты зерттеу барысында, lesson study барысында біз мәселені шешеміз дедік, қайтсек те, ал мәселе шешілсе, яғни бұл оқушы бойында прогресс болды деген сөз. Яғни жетістік болды деген сөз. Сол жетістіктерді біз тіркеп, хаттамасын жазуымыз қажет. Осында ойдан шығармаған жөн, әріптестер. Енді бұл жерде әрбір зерттеу сабағында зерттелетін оқушыларға арнайы бекітілген жетістік критерийлеріне сай оқудағы алға ілгерілейтін қорытынды. Хаттаманың үлгісін ұсынып отырмыз. Бұл жерде жалпы сыныптағы оқушының саны, күтілетін нәтиже немесе жетістік критерийлері, күтілетін нәтиже немесе жетістік критерийлеріне қатысты мына жерде жүзеге асырылатын орындалғандарын жазамыз. Одан кейін күтілетін нәтиже немесе жетістік критерийлеріне қол жеткізе алмаған оқушылар. Яғни осы жерде мына пункттер тұр астында. Жоспарланған және қолданылған оқыту әдістемесі, тәсілдер оқушыларды қаншалықты жетістікке жеткізеді. Сонымен қатар осы хаттама барысында біз бағана айттық, оқушыларды А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейіне бөлдік қой. Сол осы 3 категория бойынша оқушылардың қандай жетістікке жетті. Осы lesson study барысында біз 3 зерттеу сабағын жүргіздік қой. Осы зерттеу сабақтарынан кейін, әр зерттеу сабағынан кейін оқушыларда прогресс болды ма, немесе регресс болды ма? Осы анықтауымыз керек. Яғни сыныптағы біз нәтиже күткен оқушылар біздің күткен нәтижемізге қол жеткізе алды ма? Осыған баса назар аударуымыз қажет екен. Одан кейін Ерболат, сабақты зерттеу бойынша өткізілген сабақтан кейін талдау жасаймыз. Яғни жаңағы зерттелетін сабақтарымызды алдық қой. Жаңа математика деді, Қазақстан тарихы және жаратылыстану. Сосын кейін осы жерде жаңағы зерттеу талдауының парақшасына мынаны жазамыз: пән, оқу мақсаты, өткізілген сабақтан кейінгі талдау сұрақтары. Мысалы, талдау сұрақтары қандай болуы мүмкін? Жоспарланған және қолданылған оқыту әдістемесі, тәсілдер оқушылардың оқытуына көмектесті ме? Әлде кедергі келтірді ме? Немесе сізді сабақта не таңғалдырды? Немесе осы сабақтағы оқу тәсілінің қай жағы сізге ұнамды болды, қай жағы сізге сол сабақты, сол тақырыпты, жаңа тақырыпты, сол жалпы сабақты жақсы меңгеруге ықпал етті? Осы секілді сұрақтар қоюға болады екен, әріптестер. Одан кейін кейс оқушының және басқа оқушының ілгерілеуін жақсарту үшін оқытуда қандай аспектілерін келесі сабақта өзгертуге болар еді? Соны да анықтап алуымыз қажет. Сонымен қатар, жалпы осы оқу тәсілі қандай оқушына қалай бағалау керек? Сонымен қатар, егер де біз оқушыны бағалап қойсақ, сол сабақ өткен мұғалім сол оқушыны дұрыс бағалай алды ма? Дәл осы сұрақтарға да біз осы сабақты талдау кезінде аса мән беруіміз қажет екен, әріптестер. Сосын Ерболат, осы зерттеу нәтижелі болған кезде бала жаңағы зерттеуде 3 деңгейдегі баланың жаңағы Б, С деңгейіндегі балалар
бағалауға да өзі араласатын болады. Топтық Иә. бағалауда, топтық жұмыста, жұптық бағалауға керек десең, нәтижелі болған жағдайда бала өзіне өзі баға береді тапсырманы орындауда. Ал бұл тұрғыда осы нәрсенің барлығы бізге бағана біз тақырыпта айтып өттік, біз оқушылардың оқу дағдысын арттыруға байланысты сұрақты мәселе ретінде алып отырмыз. Осы мәселені шешу барысында біз оқушылардың іс-әрекетіне баға бере отырып, шешу жолдарын нақтылап ұсынатын боламыз. Және де оны біз өз тәжірибемізде бөлісіп, алдағы уақытта біздің әріптестерімізде оқушылардың оқылым дағдысы бойынша мәселе туындайтын болса, осы lesson study'де қандай ұсыныстар шықты, осы мәселені шешу бойынша қандай нақты қадамдар белгіленді, сол қадамдарды ұсыну арқылы әріптестерімізге әдістемелік көмек бере алады екенбіз. Біз келер жолы тағда нені жасап көруімізге болады. Енді әріптестер, басына тоқталайықшы. Жалпы lesson study негізі мақсаты бұл сабақты зерттеу арқылы оқушыға жалпы бір жетістікке жетуіне ықпал ету, жалпы оқушының сабақ үлгеріміне байланысты оң ықпал етіп, оқушы сабағын ілгерілету дедік. Тоқталып өтейік, қанша кезеңнен тұрады дедік? 7 кезеңнен дедік. 7 кезеңнен. Жалпы Ерболат, осы зерттеуге келген кезде біз жаңа әріптестерімізден де сұрақ туындап жатыр ғой, жалпы нені зерттеуге болады? Зерттеу сұрағын қалай алуға болады? Айналып келгенде, мысалы, білім сапасы керек пе? Оқуда проблемалар көп пе? Зерттеңіз. Әріптестер, lesson study'дегі ең басты сөз бұл зерттеу. Және де ораны да осы. Сізде сабағыңызда мәселе туындап отыр ма? Зерттеу, мысалы, математика пәні бойынша. Математика пәні бойынша, білесіздер, 7-ші сыныпта мәтіндік есептерді шығарудың моделі деген тақырып бар. Егер де осы 7-ші сынып оқушылары мәтінге өзінің интерпретациясын дұрыс жасамай, осы мәтіндік есептерді құру бойынша мәселе туындайтын болса, онда мәтінмен жұмыс жасауда оқушыда мәселе бар деген сөз. Бұл өз кезегінде қазақ тіл пәні мұғалімдеріне қатысты, тарих. Мақсатты орындай алмады. Зерттеңіз, зерттеуді сұранып тұр. Яғни бұл тұрғыда сіздер топты әдістемелік бірлестік мүшелерімен бірге құрасыз. Өйткені мәтінге байланысты туындаған мәселе, мәтінге интерпретация жасау, мәтінді түсіну, және де сол бойынша есеп құрастыру сіздің сабағыңызда туындады ма? Бұл мәселе, яғни логикалық тұрғыда да қазақ тілінде де туындайды. Өйткені қазақ тілінде де қазақ әдебиеті бойынша мәтінмен жұмыс жасайды. Орыс тілінде де, тарих пәні, барлық пәндерде мәтінмен жұмыс болады 7-ші сыныптарда. Яғни бұл тұрғыда біз әдістемелік бірлестік жетекшілерімен бірлесе отырып топ құрып, сол бойынша жұмыстарды яғни зерттеу сіздің проблемаларды шешудегі басты құралыңыз бола алады. Зерттеуді біз негізгі қаруымыз ретінде қолдануымыз қажет, әріптестер. Ал сабақ үдерісіндегі проблемаларды шешу үшін сабақты, зерттеуді қолға не істеуіміз керек? Қолға аламыз. Қателеспейміз сол уақытта біз. Яғни, әріптестер, жалпы сабақты зерттеуде әріптестер топтарды пән бойынша, немесе бірлестік мұғалімдері бойынша, немесе жалпы бір сыныпқа сабақ беретін пән мұғалімдері бойынша, белгілі бір пәндер өтетін сыныптар бойынша, тағы да басқа нұсқалар бойынша құралады екенбіз. Жаңада жоғарыда айтып өттік. Келесі зерттеу сұрағын таңдау кезеңі. Бұл ең маңызды әрі күрделі кезеңдердің бірі. Жаңа бірінші зерттеу жүргізіп алдық. Зерттеу сұрағын шештік делік. Енді келесіні қандай зерттеу сұрағын алуға болады? Себебі жұмыстың әрі қарай қалай жүретіні сұрақтың дұрыс таңдалуына тікелей байланысты болады. Сонымен қатар сол проблема алғаннан кейін, бір сізде мәселе туындады, жаңағы мәтінді есептерге байланысты, мәтінді түсінуіне байланысты оқушылардың мәселетін алатын болсақ, жалпы сіз жалпы осы мәселені ғана алыңыз. Сонымен қатар жалпы атауын белгілейсіз, әрі қарай сіз екінші кезеңге өтесіз. Жалпы сол мәселеге фокус аудару. Және де осы мәселені шешуде біз жалпылама кетпеуіміз керек. Мысалы, мәтін интерпретация жасау дағдысы бойынша мәселені алдыңыз ба? Сол мәселе бойынша сіз осы мәселені шешу бойынша мақсатқа қол жеткізу үшін сабақтарыңызды жоспарлап, жаңа 3 сабағыңызды, 3 зерттеу сабағыңызды жоспарлап, оқушылардың іс-әрекетін бақылап, сол бойынша жақсы, жалпы нақты нәтиже шығаруыңыз керек. Яғни зерттеу аясы айтады ғой, неғұрлым тар болса, онда нәтижеге де қолға мақсатқа да жылдамырақ қол жеткіземіз.
иә, өзі спиральді оқыту қағидасында да айтады ғой, жіңішке жуандап Блум таксономиясының жоғарғы деңгейіндегі мәселелерді шешетіндей қалыпқа жетуіміз керек. Енді жаңағы 5-ші сыныпта оқушылардың ынтасы мен қызығушылығын арттыруға мәселе көтеріп алдық па? Келесі енді қандай проблеманы зерттейтініңізді жалпы атауын жазасыз. Мысал алғанда бағалау. Иә, бағалау. Сонымен қатар әрі қарай мақсат мен ықпалына тоқталамыз. Жалпы қандай құрал арқылы осы бағалау проблемасын шешуге болады. Сонымен қатар мүмкін қарапайым мысал, бағалаудағы ең көп таралған форма бұл не әріптестер? Кері байланыс. Жақсы, одан кейін зерттеудегі мән-мәтін, нені зерттейтінімізді жазамыз. Жаңа тағы да айтып өттік, қазақ тілі пәнде мысалы оқу үлгерімін жақсарту. Жаңа оқылым дағдысы еткен үлгерімге келдік, одан жаңа қызығушылығын арттырды, одан бағалауға келдік. Осы жерден қатысушылар кімді зерттейтініңізді жазасыз? Мүмкін осы мәтінге байланысты, жаңа 7-ші сыныптарға байланысты, мәтінге байланысты мәселе бұл сіздің сыныбыңызда ғана емес шығар. Мүмкін тағы да басқа сыныптарда осы мәселе туындап отырған шығар. Сіз мүмкін аудиториясын кеңейтетін шығарсыз, осы сұрақ бойынша. Осыған да баса мән берулеріңіз қажет. Бір сыныппен параллельді де алуға болады. Екі сыныпты параллель алсаңыз тіптен жақсы. Мүмкін бұл сізге сол мәселеге басқаша көзқараспен қарауға мүмкіндік беретін шығар. Ерболат, осы жерде мысалы сұрақты таңдаған кезде зерттеу сұрағын құрастыру үшін қандай, қалай, не? Сұрақты зерттеу сұрағын құрастыруда да ойлануымыз қажет. Топ жиналып, мысалы бір параллельді алдық па, сол параллельде жаңағы білім сапасы түсіп кеткен сыныптар нақты ғой, сол қандай пәндерден нақты мысалы білім сапасы түсіп кетті, сол пән мұғалімдері ақылдаса келіп жаңағы команда құруда да осы жерде жүйелі жұмыс жасаған дұрыс. Яғни әріптестер қандай, қалай, не? Бұл осы lesson study'дағы ең басты 3 сұрақ болып саналады. Және де ең бастысы зерттеу. Осыны ұмытпауымыз қажет екен әріптестер. Әріптестер, енді түсінеміз, lesson study ол жалпы біз бір айтқаннан сізге түсініп кететін оңай нәрсе емес. Бірақ егер де түсініп жасайтын болсаңыздар, сізде нақты мәселе болатын болса, және де сол мәселені шешу үшін әрекет ететін болсаңыз, біз көрсеткен алгоритм бойынша, онда сіз міндетті түрде жетістікке жететіні сөзсіз. Әріптестер, сол себепті сұрақтарыңызды жазыңыздар чатқа. Семинарымыздың аяғына да келіп қалдық. Кішкене ғана қалды. Негізгі айтатын ойларымызды айттық. Қазір енді қорытынды болады. Қорытындың алдында сіздерден келіп түскен сұрақтарға жауап беріп кетсек, қандай сұрақтарға жауап алғыларыңыз келеді? Әріптестер, чатқа сұрақтарыңызды қойсаңыздар, біз сұрақтарға жауап берсек. Сонымен семинарымызды тәмамдасақ. Бүгінгі семинарға жоспарланған осы lesson study'ге қатысты, бүгінгі семинарымыздың тақырыбы lesson study сабақтары даму мен ілгерілеудің формуласы ғой. Осы тақырып төңірегінде біраз біз ақпаратты қамтуға тырыстық. Lesson study'дің кезеңдерімен, бақыланатын оқушылармен қандай әдіс тәсілдер қолдануға болады, бақылау сұрағын қалай шығарудың біз алгоритмін түсіндіріп өттік, команданы қалай құру керек деген мәселе сияқты. Осы lesson study'дің негізгі қадамдарын біз қазір барынша түсіндіруге тырыстық. Енді құрметті әріптестер, сіздерден сұрақ күтеміз. Бір жарым сағатқа созылған екен біздің тікелей эфиріміз. Ерболат, сұрақ түсті ма бізге? Әзірге сұрақ жоқ сияқты. Қорытындылаймыз ба? Қорытындылайық. Әріптестер, егер де сіздерде осы lesson study'ға байланысты сұрақтар туындайтын болса, онда сіздер осы Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығының Instagram парақшасына, әлеуметтік желілеріне, немесе почтасына, түрлі мессенджерлеріне өзіңіздің сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды жолдасаңыздар болады. Орталықтың мамандары сіздерге міндетті түрде кері байланыс беретін болады. Және де осы семинарға ақылы түрде қатысқан қатысушылардың сертификаттары, жалпы сілтемесі, сертификатты қайдан алуға болатын туралы орталықтың Instagram парақшасында жарияланатын болады. Жақсы. Онда қорытындыласақ? Жалпы lesson study қазіргі таңда өзекті тақырыптардың бірі болып отыр. Өйткені біз аттестациядан өтетін кездегі басты құжаттардың ішінде осы өзекті тақырып әріптестер. Lesson study бұл білесіздер нормативті құқықтық құжатқа 83-ші бұйрыққа бостан босқа енгізіліп отырған жоқ. Айтып өттік, бұл мұғалімнің
кәсіби дамуына ықпал етеді біріншіден, екіншіден оқушының ынтасына, оқушы сабақта ілгерілеуіне, сонымен қатар оқушының оқу сапасына әсер етеді. Оқушының оқу сапасына әсер еткеннен міндетті түрде біздің мектептің оқу сапасы жоғарылайды. Сол себепті бұлған жай ғана қарауға болмайды әріптестер. Жалпы осы lesson study'ді қолдану арқылы сіздерді бір үлкен жетістіктерге жетіп, жалпы өз мектебіңіздің ғана емес, жалпы Қазақстанның білім саласына үлестеріңізді қосады деген ойдамыз. Жалпы біздің педагогтардың қазіргі таңда басты мақсаты білім алушылардың қажеттілігіне сай білім беру. Яғни қазіргі таңда мысалы кейбір мектептерде білім алушылардың пәнге не болмаса белгілі бір сабақтарға қызығушылығы төмендеп кетуі мүмкін, оның түрлі себептері бар ғой. Сол мәселелерді шешуде осы lesson study'дің көмегі өте үлкен. Сондықтан құрметті әріптестер, сабақты зерттеуді жүзеге асыру ол сіздердің шеберліктеріңізде, бұны іс тәжірибелеріңізде мектеп басшылығымен ақылдаса отырып жүргізгендеріңіз дұрыс. Және біз осы 1,5 сағаттық семинар барысында біз біраз мәселелер көтердік. Осы тәжірибені басшылыққа ала отырып, іс тәжірибелеріңізде осыны жүзеге асырсаңыздар болады. Жалпы lesson study'дің білім сапасын, оқушылардың біліміндегі олқылықтарды жоюда, кедергілерді жоюда өте маңызы зор десек болады. Жалпы осы педагогтерді аттестацияны өткізу туралы білесіздер, бұйрық шыққан болатын. Яғни 83-ші бұйрық, оған өзгерістер енгізілді. Осы 30-ші желтоқсан күні 2022 жылы 530-ші бұйрықпен, осы бұйрыққа сәйкес lesson study бұл белгілі бір біліктілік санатына ие болудың алғышарттары ретінде көрсетілген. әріптестер мынандай сұрақ қойыпты: сәлеметсіздер ме, lesson study модераторлыққа өту үшін міндетті ме, және ашық сабақты портфолиомен жіберу қажет пе дейді. Әріптестер, тағы да айтамыз, бұл ашық сабақ пен lesson study'ді шатастырудың қажеті жоқ. Lesson study деген басқа нәрсе, ашық сабақ дегеніміз басқа нәрсе. Lesson study бұл зерттеу жұмысы, бірнеше сабақтан тұратын, және де қазіргі уақытта әзірге Торғын Төлегенқызы аттестациядан өту үшін қажетті талаптардан осы lesson study'ді шегере тұрды, бірақ алдағы уақытта міндетті түрде тәжірибеге енгізіледі. Талап етіледі. Жалпы табысты мұғалім lesson study'мен жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз күнделікті сабақ барысында осы оқудағы проблемалардың себебін білмей жатамыз, зерттеу жүргізген кезде, белгілі бір зерттеу сұрағын алған кезде әрбір мұғалім өзінің жұмысына былайша айтқанда рефлексия жасайды ғой, кедергілерді анықтайды. Сондықтан бұның тиімділігі жүргізудің жақсы жақтары өте көп. Мынандай сұрақ қойыпты бір әріптесіміз: жоғары мектепте қолдануға бола ма дейді. Жоғары мектепте отырғаны 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныпта шығар? Әрине. Жаңа айттық қой, пән бойынша қызығушылыққа байланысты аудиторияны таңдау ол енді жаңа жоғарыда аталып өтті. Мүмкін сіздің мәселеңіз 10-шы сыныпта, мүмкін 11-шы сыныпта туындайтын шығар. Мысалға 11-шы сыныптарда ұлттық бірыңғай тестілеудегі математикалық сауаттылық, оқу сауаттылық, осыған қатысты жерде мәселе туындайтын болса, өзектендіріңіз мәселеңізді, сұрақты таңдаңызда, сөйтіп әдістемелік бірлестік жетекшілерімен бірге зерттеу сұрағын таңдап, пән бойынша және де проблемалар бойынша, сұрақ бойынша, сынып параллель бойынша, немесе ортақ қызығушылық бойынша мұғалімдердің әдістемелік бірлестіктері бойынша топ құрып, сол бойынша lesson study'ді жүргізе берсеңіз болады. Жаңа таңдап алған сұрағымыздың шешімін тапқанша lesson study'ді зерттеп, соның нәтижесіне түпкілікті жетуімізге тырысуымыз қажет. Университеттерде дейді, университеттерде қолдануға болады ма дейді. Егер де сіздер университеттерде белгілі бір мәселе туындайтын болса, және де сол мәселені шешуге lesson study ықпал ететін болса, неге қолданбасқа? Өте тиімді. Ол сіздің шығармашылық еркіндігіңізге және зерттеу еркіндігіңізге байланысты. Жақсы, тағы да сұрақтар бар ма екен? Әріптестер, жалпы шаблондар барлығы осы орталықтың телеграм каналы арқылы жарияланатын болады. Сол жерден барлық әдістемелік шаблондарды алатын боласыздар. Бұл жерде әріптестер, мынаны ұмытпағанымыз дұрыс. Бұл жерде зерттеу барысында біз сабақты мұғалімді емес, бұл жерде оқушының іс-әрекетін зерттейміз. Осыны ойдан шығармағанымыз жөн, әріптестер.
тағы да сұрақтарға рахмет деп жатыр. Әріптестер, енді пікір қалдырып кетсеңіздер, жалпы 2 сағат бойы сөйлеп отырмыз. Жалпы семинар ұнады ма, семинардағы материалдар ұнады ма, енді жалпы бір сіздермен бір жақсы бір диалог болды деп ойлаймыз. Lesson Study туралы белгілі бір дәрежеде құнды ақпараттар алып, білімдеріңізді қалыптастырдыңыздар деп ойлаймыз. Алдағы уақытта сіздерде осы бойынша мәселе туындамайтын шығар. Егер туындаған жағдайда біз орталық сіздермен бірге осы мәселелерді шешуде жұмыс жасауға әрдайым дайынбыз. Яғни Lesson Study бірлесіп жоспарланғандықтан, яғни команданың бірлесе атқаратын жұмысы болғандықтан, топтың бірлескен меншігі болып табылады. Командалық жұмыстың меншігіндегі дүние. Барлық нәрсені бақылауды да, зерттеуді де команда болып шешеміз, және оның нәтижесін қай уақытта көреміз Ерболат? Әрине, тәжірибе алмасу кезеңінде көретін боламыз. Әріптестер, егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, аяқтайық. Lesson Study бұл тәжірибемен сіздердің тәжірибелеріңізді арттыратын, табыс пен жетістікке жетелейтін жұмыс формасы деп осы сөзбен семинарымызды аяқтасақ. Назарларыңызға рахмет. Рахмет әріптестер. Осы сұхбат барысында сіздердің қажеттіліктеріңізді өтедік деген ойдамыз. Сұрақтарыңыз болса тағы да қоя жатарсыздар. Келесі кездескенше аман сау, жүздескенше қош сау болыңыздар.